Светлақызы, математика пәні мұғалімі. Бүгінгі таңда өзімнің күнделікті сабағыма қолданып жүрген платформамен таныстырғым келіп тұр. Бұл платформаның аты Ұстазай платформасы. Бұл платформаға мен ақылы түрде 365 күнге 60 мың теңге төлеп тіркелген болатынмын. Бұл платформаның ішінде бірнеше қажетті жасанды интеллекттер бар. Бұл жасанды интеллекттерді қолдану арқылы мен жаңағыдай оқушыларды дұрыс бағалауды білемін, және де оқушылармен дұрыс қарым-қатынас жасауды, және де уақытымды тиімді пайдалануды, сабағымда қолданатын көрнекіліктерді тиімді пайдалануды, және де сабақ уақытында өткен тақырыбымды бекіту мақсатында бірнеше ойындарды ұйымдастырып, жақсы пайдалы қолдана аламын. Сонымен қатар бұл жаңағы Ұстазай платформасының бірнеше жасанды интеллекті бар. Бірінші, мысалы бізде Ұстазай материалдарына біз жаңағыдай көрнекілік, яғни бұл жерден біз өзіміздің сабағымызға оқу мақсатымызға сай көрнекіліктерді жүктеп қолдана аламыз. Презентация айын қолдану арқылы біз сол мезетте өзіміздің тақырыбымызға қажетті презентацияны жүктеп аламыз. Сонымен қатар ең қызығы жаңағы күнделікті сабаққа келген қысқа мерзімді жоспарды мен осы Ұстазай платформасының жасанды интеллектін қолдану арқылы жасай аламын. Ұстазай платформасының және де ChatGPT сияқты Ахмет Бот деген өзінің жаңағыдай бот каналы бар. Бұл жерге біз өзіңе қажетті сұрақтарды жаза аласың. Мысалы, мына жерде кванттық есептеуді қарапайым тілмен түсіндір деп мен сұрақ қоятын болсам, ол менің сұрағыма жауап дайындап жатқанда мен басқа өзімнің сол тақырыпқа қатысты жұмыстарымды жүйелеп, кітаптарымды реттеп, немесе ертеңгі болатын жоспарларымды реттеп дайындап отыра аламын. Ол мезетте менің сұрағыма бұл жаңағыдай Ахмет Бот жауап ұйымдастырып қоя береді. Ол менің уақытымды үнемдейді, біріншіден, екіншіден жаңағыдай жұмысымды жеңілдетеді. Міне біздің Ахмет Ботта менің сұрақтарыма жауап дайындады. Мысалы, мен жаңағыдай кванттық есептеуді қарапайым тілмен түсіндір деген кезде ол маған бірнеше мынандай жауаптарды көрсетті. Қарапайым анықтамалармен, формулалармен, есептермен. Бұл мысалы ақпарат менің жаңағыдай жұмысыма өте тиімді және пайдалы болып келеді. Сонымен қатар Ахмет Боттан кейін оқушылармен жұмыс деген жасанды интеллекті бар. Бұл жерде өзінің тарифіне қосылсаңыз болады. Өзіңіздің сыныбыңызды құру арқылы жаңағыдай оқушыларыңызды қосып, осы жерде сіз интерактивті тақта ретінде Ұстазай платформасының жүйелерін қолдана аласыз. Келесі бізде тағы да жасанды интеллектіміз дайын материалдар деген бөлімі бар. Бұл жерде мысалы өзімізге дайын қамыршыларды алсақ болады, қысқа мерзімді жоспарларды, дайын көрнекіліктерді алсақ болады. Мысалы, күнделікті сабаққа қажетті көрнекілікті интернет тақтарды іздеп, қолмен бұрынғыдай жұмыс жасап құрастырып отырмаймыз. Оны дайын біздің жаңағыдай өзіміздің жасанды интеллект арқылы құрастырамыз. Мысалы, үй тапсырмасын сұрап миға шабуыл етсе, осы жерде біз мысалы осының бірнеше әдістерін қолдану арқылы өзіміздің сұрақтарымыз жазу арқылы біз істейміз балалардың кері байланыс, яғни миға шабуыл әдісін қолдана аламыз. Сонымен қатар келесі жаңағыдай және де бізде дайын қысқа мерзімді жоспарларда болады. Бұл дайын қысқа мерзімді жоспарларда бұны алмасаңыз да өзіңіздің шеберлігіңізге сай керекті тапсырмаларыңызбен оқу бағдарламасына сай жүйелеп аласыз, бірақ бұл сізге кәдімгідей жеңілдік береді деген сенемін. Мысалы, мен өзімнің пәнімді алайын, геометрия пәнін алатын болсам, бірінші тоқсан, мысалы геометрия пән 7-ші сыныпқа алатын болсам, бұл жерге маған 7-ші сыныпта 1-ші тоқсанда өтілетін барлық қысқа мерзімді жоспарларды шығарып береді. Яғни бұйрыққа сай 399 бұйрыққа сай жасалынады, шаблонымен маған реттеп дайындап береді. Мен өзіме керек қажетті мәліметтерін алып, өзімнің сабақ оқу мақсатында қолдана алатындай тапсырмалармен жүйелеп алсам болады. Бұл менің кәдімгі жұмысымды жеңілдетеді деп білемін. Жасанды интеллекттің ішінде мысалы дайын бізде ойындар болады. Бұл ойындарды біз өзіміз бұрынғы уақытта қолданысқа ие болу үшін арнайы платформаларды қолдану арқылы құрастыратынбыз ойындарды. Ал қазіргі таңда жасанды интеллекттің дамыған соншалықты біз өзіміздің пәнімізге қажетті жаңағыдай ойындарды таңдап алсақ болады. Мысалы, мен бүгінгі сабақта өзімнің 7-ші сыныбына геометрия пәнінен қолдандым керек ойындарды. Бүгін мен мысалы геометрия пәнінен оқушыларыма жаңағыдай бүгінгі өткен тақырыбымызды бекіту мақсатында қызықты ойындарды пайдаландым. Мысалы, бүгін біз сабағымызда 7-ші сыныптың нені өттік. Мына жерден біз өзіңізге керекті сыныбыңызды таңдап аласыз.
Мысалы, біз 7-ші сынып оқушыларыма мен бүгінгі өткен тақырыбым сыбайлас борыштар және вертикаль борыштар тақырыбын аштым. Сабақта оқушылар оқу мақсаты меңгеріп, анықтамаларын жаттады, сызбасын сызды, есептерді шығарды. Ең соңында балалар сабақта дұрыс меңгеру мақсатында рефлексия ретінде мен осылай ойынды таңдай салдым. Үйден құрастырып жүрмесін өте тиімді, жаңа жасанды интеллектпен жасалынған. Бүгінгі біз өткен тақырыбымыз қайсы балалар? Сыбайлас және вертикаль бурыштар, иә? Олай болса, осы және вертикаль бурыштар тақырыбын меңгердік, иә? Сыбайлас вертикаль бурыштардың анықтамасын білдік, қасиеттерін білдік. Олай болса, бүгінгі тақырыпты бекіту мақсатында мен кішігірім ойнап жүрейік балалар, иә? Қараймыз экранға. Өшіріп тұрасың қалема. Суретте вертикаль бурыштар қайсы екен? Одан кейін сыбайлас бурыштар. Видеода көргендеріңіздей, мен жасанды интеллектті көмекші құрал ретінде өз сабақтарымда қолданып жүрмін. Және де ол оқушылардың қызығушылықтарын арттырады, және де менің уақытымды үнемдейді. Және де балалар жасанды интеллектке жауап беру арқылы өздерінің бүгінгі сабақта меңгергендерін жақсы түсінетін болады. Бірақ бір нәрсе ұмытпауымыз керек. Жасанды интеллект тек қана көмекші құрал. Ол біз үшін жауапкершілікті алмайды. Сол үшін жасанды интеллектті қолданған кезде жүйелеп, саралап, жоспарлап қолданғанымыз жөн болады. Және де жасанды интеллектті өз сабағымыздың оқу мақсатына сай қолданғанымыз жөн.